қазір Астана қаласы Республикалық бас мешіттің орталығындамыз, мешіттеміз. Осы жерде Қамқор шарапат орталығы бар. Ол мәйіттерді дайындау, жерлеу қызметтерімен айналысады. Дәл қазір менің жанымда Айша ханым осы мәйітті жуындыру бойынша 25 жылдық тәжірибесі бар маман. Дәл қазір осы Қамқор шарапат орталығында мәйіттерді жуындыру, кебіндеумен айналысады. Біз бүгінгі видеода Айша ханыммен бірге мәйітті бастан аяқ қалай біз жуындырамыз, қалай дайындаймыз, барлық сәттерін көрсетуге тырысамыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі біздің сабағымызда мәйітті жуындыру және кебіндеу. Мәйіт жуындыру бізде фарыз кифая болады. Енді қалай жасаймыз? Ең бірінші мәйіттіге кірген кезде мәйіттің туған туыстары, нағыз балалары кірген тағы да абзал. Өз қызы кіре алады. Егер анасы, қызы қайтыс болса, анасы кірген және туған туыс, жақындары кірген абзалды. Неше адамға дейін кіреді? Мәйітке байланысты 5 адамға дейін кіре береді. Барлығы 5 адамға дейін кірсе болады. Бізде мәйітті әкелгеннен кейін көбінесе енді үй жағдайында болады ғой. Ол жағдайда қалай біз орналастырамыз, оны қандай жерге жатқызамыз, мысалы үйде болғанда? Үй жағдайында бізде мешіттен табыт алынады, жаңағыдай заттары шелек, мынандай, содан кейін құмған, содан кейін тазик алынады да табытқа жатқызылып, содан кейін бірінші қоштасады, туған туыстар кіріп қоштасады. Осылай жатқан кезде қоштасады. Қоштасқанда енді бетіне сүйуге болады. Енді соңғы сапар, енді инна илляхи ва инна илейхи раджиғун дейді, бүкіл адам өлімнің ащы дәмін татады. Бірақ сонда да қоштасқанда бақырып, шақырып, шашын жұлып, сондай истерика жасауға болмайды. Мәйітке құрмет етіп, қоштасып, ақырын бір-бірлеп қоштасып шығады. Содан кейін енді мәйітке кіретін кісілер кімдер? Мәйітке кіретін кісілер егерде анасы қайтыс болса, қыздары кіре алады. Сіңлісі, апайы, туғандары кірген тағы да жақсы. Міндетті түрде киінген кезде маска. Енді мәйітке қалай жуындырамыз? Мына бөлмеге мәйітке кірген кезде осындай алжапқыш киеміз, медициналық не киеміз, маска киеміз және қолғап киеміз. Қолғап кию дұрыс. Бұл қолғаптың сыртынан да мәйіт жуған кезде осындай тазалық заттарын дайындап қоямыз, сол шүберекпен жуамыз. Ең бірінші, енді мәйіт қалай жуылады? Мәйіттің ең бірінші бастаймыз. Бізде енді өте ыңғайлы болғандықтан бұлай су құяды. Су жылы болу керек па? Иә, су жылы болу керек. Мәйітті жуғанда шарты бар, су жылы болу керек мына жерде. Содан кейін мәйіт өлі туылмаған болу керек. Өлі туылған, мысалы бала сәби шетінесе, өлі туылған баланың жаназасы шығарып жуындырылмайды деп айтылады. Содан кейін шахид болмау керек. Шахид деген пайғамбарымыздың Ухуд заманында, соғыста пайғамбарымыз заманында Ухуд соғысында қайтыс болған сахабалар бар ғой. Солар енді сол бетінде жерленген, бұлай жуындырылмаған. Ал енді жуындыру Адам алейхиссаламнан Адам алейхиссалам қайтыс болғанда періштелер жуындырған. Содан бері бізге осылай жуындыру сүннет. Енді мәйіттің ең бірінші әуретін тазалаймыз. Сіз су құясыз, бұлай сабынмен. Алдын ала осындай дайындап аламыз, иә? Ақ маталарды бәрін дайындап аламыз. Керек заттарымыздың бәрін дайындап аламыз. Кез келген сабын жарайды ма? Сабын болады. Соны сабындап, жақсылап сабындаймыз. Әурет жабық болу керек. Әуреттің астынан, әуретке қарау харам болғандықтан, осылай сол қолмен жақсылап нәжістен тахарет жасаймыз. Нәжісі болса, нәжістен, хадестен тахарет жасап, осылай шүберекпен тазалап, кір шүберегімізді қасымызда мынандай мусорный бақ тұрады, соған саламыз. Осылай бірінші ас дәретін алып аламыз. Бұларды лақтырып отырамыз? Иә, бұларды қолданбаймыз. Бір рет тазаладық, бұлай астынан. Содан кейін мына ақ материал таза болғанша нәжісті тазалаймыз. Нәжіс тазалап біткеннен кейін ауыз мұрын
барамыз. Мен арнайы былай жасап қоям. Міне ауыз. Үшбұрыштап ыңғайлы болу үшін. Ыңғайлап. Бірақ та енді ауызды жуған кезде ғұсылдың парызы ауызға су алу, мұрынға су алу, бүкіл денені иненің ұшындай құрғақ жер қалдырмай жууды айтады. Осылай орап, міне оң саусағымызбен иегінің астын бәрін былай жақсылап жуамыз. Мына сонда кейбір адамдардың ауруларына байланысты ірің болады, кейде сап-сары не болады, қан болуы мүмкін. Сол әбден тазарғанша осылай қолымызға ақ матаны орап алып, міне 3 реттен, иә? 3 реттен осылай жақсылап жуамыз. Мынау нелерді мусорға лақтырып отырамыз. Бұл кезде матамызды жай ғана дымдап аламыз ғой, иә? Иә, сулап аламыз, сулап, жаңағыдай мынаған сулап аламыз. Одан кейін мына нелерді салып отырамыз. Мұрынды тазалағанда да бірінші оң жақта жатқанда оң жақ тесігінен бастап ішін бәрін жақсылап тазалаймыз. Осы кезде біз арнайы дұғалар оқимыз, аузын тазалаған кезде, мұрнын тазалаған кезде. Иә, ішіңізден айтасыз иә дұғаларыңызды. Осылай 3 ретіне ішінемен сулап, бәрін ішін жақсылап тазалаймыз. Бұлай. Осылай тазалап аламыз. Содан кейін көмекші кісілер бұлай құлағында осындай материалмен аламыз да, құлағында іштерін бәрін жақсылап. Қыз балаларда құлағының тесігін, иә? Иә, тесігіне сырғасы болғандықтан сырғаны тағып, тесігіне су, ішінде тесіктің ішінде су болады ғой, сол сырғаны бұлай ойнатып, сумен жақсылап жуамыз. Одан кейін бұлай ұстап тұрады біреу, сосын басын жақсылап сабындап, шашы екі жаққа бөлеміз. Мына шаш ретінде елестететін болсақ? Шаш ретінде елестететін болсақ, бірінші мына жағын бұлай жақсылап екіге бөліп аламыз, екіге бөліп аламыз. Оң жағын бірінші сабындап, жақсылап жуамыз бұлай. Потом мына жағын жақсылап жуамыз. Одан кейін оң жағынан бастап су құямыз. Мәйітті 3 рет жуады. 3 рет жуу. Қолдарында ашқан кезде жақсылап қолын ашамыз. Бұлай. Қолтықтың астын барлығын жақсылап оң жағына. Иә, бірінші сабындаймыз, одан кейін шаямыз, 2 рет сабындап шаямыз. Ар жағында. Арқасын жуған кезде мәйітті бер қарай, жаңағындай, тағы да, жаңа айттыңыз ғой, сосын отырғызып, ішін басамыз. Ішін басқан кезде артық нәжістер шығады. Соның бәрін жақсылап ішін басып жуамыз. Бүкіл ластан тазалап аламыз. Сосын кейін арқасын жуған кезде, тоже былай көтерген кезде, мына бүркеншеп тұрады. Ашылып қалмау керек. Ашылмау керек, иә. Осылай аламыз да арқасын мындай шүперекті сабындап, бәрін жақсылап жуамыз. 3 реттен, иә, бұл жерде? Сабындап жақсылап жуамыз. Артынан міне жаңағындай сумен шаямыз. Бірінші оң жағын жуамыз. Одан кейін сол жағын жуғанда да міне бүркенше тұрады. Бүркенше ақ материал. Қасында адамдар көмектеседі? Иә, көмектеседі. Осы кезде қасындағы адамдар көмектеседі. Арқасын тағы да сабындап, жақсылап, ешқандай құрғақ жер қалдырмай, сабындап жуамыз, артынан шаямыз. Осылай сабындап бәрін тазартқаннан кейін бүкіл денені шайып шығамыз сумен. Содан кейін саусақтардың араларын тармақтаймыз. Тармақтап, арасына кіргізіп, тармақтап жуамыз. Содан кейін жеке су алып аламыз. Бұл суға енді иіс, май, миск деп айтады. Соны құйып, сол сумен тағы бір шайуға болады. Содан кейін жуып біткеннен кейін не істейміз? Жуып біткеннен кейін арнайы мынандай заттарымыз бар, дайындап қойды, құрғатамыз. Денені судан құрғатамыз. Иә, судан құрғатамыз. Мынандай ақ дәкелермен жақсылап, басын бәрін жақсылап бетіп құрғатамыз. Басын мен көбінде бұлай марынымен. Яғни мына матаның ішіне салып жібереміз де? Иә. Ішінен, мына су болады ғой. Су болғаннан кейін екінші матаны қойып, мынаны суырып алып тастаймыз.
екінші матаны қоямыз. Мәйіттің денесі ашық қалып қалмау керек. Иә, мәйіт жабық тұру керек. Содан кейін жаңағыдай полный құрғатып шығамыз бұлай. Осылай құрғатып шыққаннан кейін арнайы мен мына жерге материал дайындап қоямын. Мен екі материал дайындадым. Бірінші мынау жаңағы су болып қалғаннан кейін бірінші мынаны жаямыз да ананы былай суырып алып тастаймыз. Мына су нәрсені, су материалды алып тастаймыз, су материалды. Содан кейін тағы да бұл құрғайды. Құрғаған кезде мынаны қайтадан жабамыз. Содан кейін екінші ақ материалға былай көтере қой. Былай ақырындап салып аламыз бұлай. Осы кезде көтерген кезде қасындағы жаңағы кірген кісілер көмектеседі көтеріскен. Содан кейін мен осылай жабамын. Осы жерде былай жауып қойдық, иә? Иә. Мынаның астына қой. Жап. Енді дайындап қойған кебінімді әкелемін. Бізде бұл жерде астында кілем жатыр, иә? Осы кебін жайлы қанша қабаттан тұрады? Ал енді кебін туралы айтсақ, мына кілемнің үстінде бірінші мынау зиратқа түсіретін 3 белдемше, 3 мынандай орамал болады. Одан кейінгі бірінші неміз лифафа деп аталады. Бірінші орайтын неміз. Екіншіміз изар. Үшіншіміз міне кигізетін көйлегі, хамис деп айтады. Одан кейін мынау кеуде жапқышы, көкіректі, зейіндерін былай жабатын. Осыған осы бірінші дайындап алғаннан кейін міне ақырындап осы жерге біз осылай әкелеміз. Бір адам басты, бір адам аяқты ұстап, ақырындап былай мәйітті жатқызамыз. Енді мәйітті жатқызғаннан кейін осыны алып тастаймыз. Мен кішкене көтерем, астына кіргізеді. Сіз кішкене көтеріп қаласыз. Көтеріп қалыңыз. Мына құрғатқан, көтерген материалды алып тастаймын жеке. Содан кейін бірінші мына кеуде жапқышымды жабам. Мынаны алмастырамыз, иә, сонда? Иә, бұл кеуде жапқышыны астында былай тұратын еді. Астына қойып қолтықтың астынан былай кеуде жабылады. Пока мынау ашылмайды. Енді осы кезде басында құрғатқан марлымызды аламыз. Басынан көйлегін кигіземіз. Кебіннің мына жері кесіледі, жоғарғы жағы? Жоғарғы жағы кебінде, көйлегінде ешқандай тігістік болмайды. Мынаны жапқан кезде ақырындап мынаны астынан былай аламыз. Дене көрінбейді. Міне көйлегін кигіздік, қолын түзулеп қоямыз, аяғын түзулеп қоямыз. Бұлай. Жамыз. Мысалы, кейбір адам үлкен болады, кейбір адам кішкентай болады. Соған байланысты материал 25 метр кетеді, үлкен денелі адам болса 30 метр кетеді. Содан кейін міне орамалын тағамыз. Орамалын үшбұрыштап. Бірінші жаңағыдай, егер шашы ұзын болса, шашын екі жаққа қарай. Шашын екі жаққа. Мына кеудеге түсіреміз бұлай. Содан кейін барып байлаушын байлаймыз. Мәйіттің шашы таралмайды. Түктері алуға болмайды. Тырнағын алуға болмайды. Ал егер маникюр болса шы? Маникюр болған жағдайда онда арнайы аппаратпен үстіндегі гельді аламыз. Содан кейін оң жағынан бастап, оң жағынан изарды бетін жабамыз. Шығар жағын бер, біреуін.
ашып алып. Бұлай байлаймыз. Екінші жақты байлаймыз аяғын. Мәйіт үш жерінен буылады. Және белінен буылады. Белінен буылатынына әурет ашылып кетпесін, жер ашылып кетпесін деп негізі осы үш рет байланады. Содан кейін мына үшеуі бұл қабірге түсіретін орамал. Бұны ер азаматтар шешіп, осымен түсіріп, кейін суырып алады. Зиратқа барғаннан кейін, қабірге барғаннан кейін. Осылай орап алғаннан кейін? Орап алғаннан кейін, осылай кремге орап, жаназа намазына дайындаймыз. Аяқтың істей ғой. Істей ғой. Біріншіні оң жағынан, оң жағы жабылсын. Оң жағынан, қазақ оннан деп айтады. Енді бұлай жабамыз. Осылай жапқаннан кейін, егер де зират алыс болса, біз көбінде бұлай жіппен бұлай орап қоямыз. Осылай жіппен. Бұл жаңа көтерген кезде, қозғалтқанда Жоқ, жер далада, мысалы, кейбір мәйіттер алысқа барады, алыс жолға барады. Сол кезде осылай біз жер ашылып кетпес үшін бұлай орап байлап қоямыз. Содан кейін үстінен жасыл плюшімізді жабамыз. Кейде қызыл плюс шығады, кейде жасыл плюс шығады. Жасыл енді пайғамбарымыздың жақсы күмбезі жасыл светті жақсы көрген деп көбінде әйелдер қызыл плюс жауып жатады. Енді жасыл свет, мұсылмандар жасыл светті жауғандықтан көбінде жасыл свет тағы да жақсы да. Осыдан біз мәйітті бұлай шығарып, осылай ер азаматтарға осылай дайындап береміз. Ер азаматтар арнайы міне бесікке салады, мынаның ішіне бұлай мынаған насылкамен салады мені, одан кейін үстіне жабады. Одан кейін жаназа намазына өтеді. Осылай біздің Қамқор Шарапатта осылай қызмет жасаймыз.